Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын осындай круассанның рецептімен бөлісемін. Бұл круассан сырты қатпарлы, іші жұмсақ болып шығады. Дәмі ерекше дәмді. Bir жесеңіз жей бергіңіз келеді. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен жылы сүт керек. Оны ыдысымызға құйып, одан кейін жылы суымызды құйып, оның үстінен қантымызды салып, және де қажетті тұзымызды салып, барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Енді оның үстіне ашытқымызды салып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Ашытқымыз жақсы араласқаннан кейін, оның үстіне жұмыртқа мен сұйық майды құйып, бір араластырып аламыз. Бұл жерде сұйық май құйған жер түспей қалыпты. Енді електен өткізілген ұнды қосып, оны лопаткамен араластырып алып, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Круассанға қажетті заттардың барлығының мөлшерін төмендегі описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Міне, қамырымыз осындай жұмсақ болады. Енді оның бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз осылай 2 есеге дейін ұлғайып, күшті көтерілетін болады. Енді бұл қамырды жұмыс жасайтын жерімізге осылай қойып, ұнның көмегімен ұзынша қалыпқа келтіріп алып, оны шағын бөліктерге бөлетін боламыз. Мен бұл қамырды осылай 7 бөлікке бөліп алдым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша қалаған көлемде бөліп алсаңыздар болады. Қамырымыздың барлығын бөліп болғаннан кейін, дәл осылай барлығын дөңгелек пішінге келтіріп аламын. Қамырлардың беті кеуіп қалмас үшін оның бетін жауып қоямын. Және де барлығын бір-бірден ала отырып, оқтаудың көмегімен жайып дайындап аламын. Міне, дәл осылай барлық қамырды да қатты жұқа қылмай, осындай көлемде жаятын боламын. Барлық қамырды жайып дайындап алғаннан кейін, осылай бірінші қамырдың астына ұнды сеуіп, оның бетіне бөлме температурасында сары майды лопатканың көмегімен осылай жағып шығамын. Сары майды жағып болғаннан кейін, оның үстіне екінші қамырды қойып, осылай оның да бетіне сары май жағып, барлық қамырды да арасына сары май жағып, бірінің үстіне бірін қоятын боламын. Ең соңғы қамырымызды осылай қойғаннан кейін, оның үстіне сары май жақпаймыз. Осылай түзеулеп алғаннан кейін қолдың көмегімен жайлап басамыз. Бір бетін осылай қолдың көмегімен жайып алғаннан кейін, екінші бетіне аударып, екінші бетінде қолдың көмегімен түзеулеп аламыз да, оны оқтаудың көмегімен қалаған көлемде жайып аламыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін, оны видеодағыдай қалаған көлемге келтіріп кесетін боламыз. Қамырдың барлығын осылай кесіп алдым. Енді оның шеттерінен кесіп, барлық қамырды орап, круассандар дайындап аламын. Круассандарымыздың барлығын дайындап алғаннан кейін, пісіретін табамызға орналастырып, оның бетінен жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осы видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін баршаңызға рахмет.